Баршаны сәлем, дрожжи қоспай майонезбен жылдам иленіп пісірілетін шелпектің рецебін бөлісетін боламын. 300 грамм ұнға 1,5 ас қасық қант қосасыздар. Екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін 3 ас қасық майонез саласыздар. Майонез шелпекті жұмсартып, дәм беріп, өте жұмсақ үлпілдеген шелпек болып шығады. Рецепт бойынша 3 ас қасықтан артық майонез салмаңыздар, шелпектеріңіз майлы болып қалады. Асыққан кезде осы шелпек өте қолайлы, уақыттарыңыз үнемі, ашытқан нанды күтіп отырмайсыздар. Майонез бен ұнды әбден араластырып, ұнның шаңын басып аласыздар. Міне осы видеодағыдай барлығын әдемілеп араластырып, 250 грамм или 300 сүтке 1 шай қасық тұз салып араластырасыздар. Қамырды біріктіріп илейсіздер, су қатырып тастайды. Міне осылай қамырымызды біріктіріп илейміз. Қамырымыз, нанымыз дайын болды. Үлпілдеп жүп-жұмсақ болып шықты. Қамырымызды енді 7-ге бөліп, күлшелеп, міне 7 шелпек нанымызды жайып, әдемілеп барлығын домалақтап, майды қыздырып, екі жағын қып-қызыл қылдырып пісіріп аламыз. Шелпегім дайын болды. Міне қарасаңыздар, әдемі қып-қызыл болып, асыққан кезде жылдам пісетін, уақыттарыңызды үнемдейтін рецепті пайдалануға сіздерге кеңес беремін. Рахмет барлықтарыңызға.